әлеуметтік нысандар халыққа қолжетімді болуға тиіс. Қала халқының саны өте жылдам өсіп жатыр. Әлеуметтік инфрақұрылымға, әсіресе денсаулық сақтау және білім беру жүйесіне зор ауыртпалық түседі. Мәселе тым күрделенбей тұрғанда жүйелі жұмыс істеу керек. Астана әкімі бірқатар медицина нысанының жұмысымен таныстырды. 2 емхана және балаларға арналған травматология орталығы салынатынын айтты. Қаланың медицина инфрақұрылымын дамыту өте маңызды міндет. Осыған орай әкімдікке денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп тиісті шаралар қабылдауды тапсырады. Алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін орталықтар адам тығыз қоныстанған аудандарда көбірек ашылуға тиіс. Бұл талап білім беру нысандарын салған кезде де қатаң сақталу керек. Мектеп тапшылығы еліміздегі аса өзекті мәселенің бірі. Мектеп салу қарқыны бала санының өсу қарқынына ілесе алмай келеді. Алдағы 3 жылда мектептегі орын тапшылығы 400 мыңға дейін жетуі мүмкін. Соның ішінде елордада 28 мың оқушыға орын жетіспейді деген болжам бар. Алматы, Шымкент қалалары және Алматы, Түркістан, Маңғыстау облыстарында осындай жағдай қалыптасуы мүмкін. Әрине, бұл бағытта біраз шаруа атқарылды. Соңғы 5 жылда 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1000-ға жуық мектеп пайдалануға берілді. Астанада 75 мектеп салынды. Қазір қалада 3 ауысыммен оқытатын мектеп қалған жоқ. Бұл ретте келешек мектептерін ерекше атап өткен жөн.